Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте жұп-жұмсақ және үйде бар заттармен жасалатын дәмді коржиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір кесе айранымызды ыдысымызға құйып алатын боламыз. Айранымыздың үстіне жарты қасық содамызды салып, айранымызды көпіртетін боламыз. Айранымыз өзі 2 есе ұлғаяды. Ұлғайған соң үстіне бір кесе шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекерімізді салып болған соң 3 жұмыртқамызды жарып, және бір жұмыртқамыздың сарысын коржигіміздің бетін жағуға алып қалатын боламыз. Ал енді ертіп алған сары майымызды ыдысымызға құйып, ұнымыз бен разрыхителімізді сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алдық. Ал енді илеп алған қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қатты жұқа қылып жайып жібермеңіздер, өйткені ол қатты болып қалады. Қалыңдау қылып жайсаңыздар, жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Және кез келген формамен кессеңіздер болады, немесе пышақпен де кессеңіздер болады. Менде жүрек пішінді форма болғаннан кейін мен жүрек пішінді қылып кестім. Қазір қалыңдығын көрсететін боламын. Сіздерде де сондай қалыңдық болғаны дұрыс. Кесіп алған коржиктарымызды табамызға салатын боламыз. Табамызға жақсылап орналастырып, бетіне жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқаны жақ болған соң пешімізге 15-20 минутқа жібереміз. Бұл өте тез піседі. 180-200 градусқа қойсаңыздар болады. Біздің коржиктарымыз осындай әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды.
Тағы да екінші қамырымызды да жайып, формамызбен турап, табамызға салып, оны да пісіріп алатын боламыз. Тағы да айтамын, 180-200 градусқа пісіріп алыңыздар. Ол өте тез піседі, 20 минут қажет. Біздің өте жұп-жұмсақ дәмді болып шығатын коржиктарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен әрқашан керемет рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Қош сау болыңыздар.